Көзі ілініп барады екен. Көрші бөлмеден іңгәлаған сәби даусы естіліп, ұйқысыз шайдай ашылды. Әрі дөңбекшіді, бері дөңбекшіді, кірпіктері айқасар емес. Ұйқы шіркіннен маза кеткеннен соң төсегінен тұрып, әлденені ермей кетіп көргісі келіп еді, жанында бөренедей болып сұлап жатқан күйеуінен қаймықты. Жұмысынан шаршап келгеннен міндетсініп, мұның талай рет аузын қаққан. Сөйлетпейді, сөйлетпейді. Міне, қанша уақыт өтті, дене қызуы өрт болып лапылдап тұрғанымен, екеу ара сағындысына қауышатын төсектер мұздай. Осы суық төсекпен бірге жүректері де суып бара жатқандай. Не жазып едім, құдайым-ай, келіншектің ақырған күрсінісі бөлмені өртеп жібере жаздады. Оның жас денесі өрт болып күйіп жанып жатыр еді. Ол осы сәт қуатты қолмен ыстық құшақтаңсады. Көрпенің өзіне тиесілі шетін шиыршықтап тастады. Шоқтай ыстық ойы оны ұзақ уақытқа босатпай жанын жеп барады. Түндей тұңқиық жанары жасқа толды. Өзекті өртеген өксікті сыртқа шығарғысы келмей, еріндерін қымтып тістеп алды. Өне бойы шоқ болып ысыған соң көрпесін серпіп тастады. Терезеден төгілген ай сәулесімен жып-жұмыр балтыры жарқ ете қалды. Кеудесіндегі қосалма көріктей бір көтеріліп, бір басылды. Жанындағы жұбайы осынау жаратылыс жұбаныштарынан марқұм, теріс қарап пыс-пыс ұйқы соғып жатыр. Арасында жұмысы ауыр ма, әлде ләззатын сырттан тауып келе ме, ол арасын өзі біледі. Соңғы кездері ләззатқа жарым екен-ау деп жақындауы сиреді. Теріс қарап тоң теріс жататын күміспектің күйбен тірліктен тіптен мынау айдай әлемдегі барлық қызығышлық шатақтан ада түріне қарап қайран қалады. Осындайда қамсыз адам болады екен-ау деп іштей күйінді. Мына жатыс бәрінен де күдер үзген, үміті үзілген кісінің жатысы. Не бітірдім деп жатыр екен. Ләззат күйеуіне тұңғыш рет жек көре қарады. Көңілді бір ілкі сәтте болады, селт еткізер мерейлі мезгіл болмаған соңда шығар. Ләззат та ертеңіне енжар қарай бастады. Арғы бөлмеден тағы да сәби даусы естілді. Құртақандай сәби шешесінің аппақ төсіне тұмсығын тығып, мәмесін сылқ-сылқ емеді. Кенет Ләззаттың тұла бойы шымырлап кетті. Ол да аналық бақыт аңсады. Шіркін-ай, қойнында қыбырлаған бөбек болса ғой. Ойқым шала деместен түні бойы емізуге, жұбатуға бар. Барлық қысасықта құрсаққа шарана бітпей-ақ қойды. Күміспектің де күрсінісі жиі-жиі кезек беріп, күрсінетіні де сондықтан. Шаңырақ көтергендеріне санап отырса, 7-8 жыл шиыршықтай зыр айналып өте шығыпты. Ләззатпен бірге келін болып түскен мына жарқынай дөңгеленіп 4-5 бала туып тастады. Мұрындарының асты жылт-жылт етіп, біреуі аяғына оралып, екіншісі етегіне жармасып, шешелерін әурелейді де жатады. Басында елемеуші еді. Кейінгі кезде балалы келіншек көрсе, Ләззаттың тұла бойы бір ысып, бір суынып, өзінен өзі күйгелектенетін болды. Күндердің күнінде абысындарының бірі ақыл айтты. Осылай қубастарыңды сүйретіп жүре бересіңдер ме? Одан да дәрігерге барып қаралмайсыңдар ма? Бәлкім, біреулеріңде кінәрат бар шығар, деген Гаухар жеңгесі. Осы сөзден кейін Ләззат көп ойланды. Бір күні күміспекке еркелей қарап, ойындағысын айтты. Бір-бірімізді кінәлай бергенше, дәрігерге барып көрінейік, бәлкім емделерміз, менің сәби сүйгім келеді, деген. Жарайды, деді күміспек келісіп.
Бірақ ертесіне жұмыстарының қауырт екенін айтып қызметіне кетті. Арғы күні де оның қолы босай қоймады. Сосын Ләззат таныс дәрігер келіншекке жеке өзі барды. Ол Ләззатты тексерді, әрі тексеріп, бері тексеріп, мұнан соң күйеуіңді ертіп кел деген. Неге? Негесін қайтесің? Сенде кінәрат жоқ. Бәр кінә күйеуіңде ме деймін. Мен дәрігерге көрініп едім, деді Ләззат кешкісін күйеуіне. Не дейді олар? Жаным, сен де барып көрінсеңші. Әзірге менен кінә жоқ сияқты. Немене? Сонда мені белсіз деп отырсың ба? Бұлғай сандырағың. Белсіз болсам, түнде құшағыңдамын ғой. Қашан еркектігімнен қалғанымды көрдің? Деп Күмісбек шатынап шыға келді. Енді дәрігерлердің айтқаны ғой. Олар не демейді? Жат, ұйықта. Сол түні де ол буланып, булығып жылап шықты. Күмісбек келіншегін жұбатпаған. Осы әңгіме қайталанған сайын екеуінің арасындағы сыйластықтың көзге көрінбейтін нәзік жібі бырт-бырт үзілгендей болды. Сол жібек жіпті жалғай көкірекке бір түйін беріш болып қатты. Бұл қандай түйін? О әзірге Күмісбек те, Ләззат та терең таныған жоқты. Сол күннен бастап Ләззаттың қиялынан бөпелі болсамау деген бір ой кетпей-ақ қойды. Тамақ жасап жүріп те, үй сыпырып жүріп те соны ойлайды. Күмісбектің ағасы Алтынбек пен жеңгесі Қарақат енші алыспаған, бірге тұрады. Қарақаттың 3 ұл, 2 қызы бар. Ләззат құлыншақтай асыр салған сол 5 тентекті сұмдық жақсы көреді. Қол қалт етсе ойнатып, беттерін сүйеді, киімдерін ауыстырады. Қайнағасының құлдыраңдаған балаларына қарайласа жүріп, менің де осындай сәбилерім болса ғой шіркін, деп армандайды. Мына өмірде сәби исінен артық қандай жұпар бар екен? Ләззат қайнағасы мен жеңгесінің балаларын шеттерінен шөлпілдетіп сүйіп шығудан жалықпайды. Осылай жасаса, жаратқанда иіп, бұған сәби сыйлайтындай сезіледі. Қалай екенін өзде білмейді. Соңғы сәттерінде тым балажан болып алды. Тіпті көршілердің де қарасирақ балаларына қарап елжіреп отырады. Бірде оның осы елжіреуік жүрегін көрші келіншек байқап қалды. Ләззат-ау, сатып алмай құл болмас, өзің тубай ұл болмас дегенді білмеуші ме едің? Мына жас денең әлі уыздай аппақ, балтырың толық, денің сау, байыңнан базарың тарқамай тұрғанда әрекеттеніп көрсең қайтеді? Әдірем қалғыр, біреудің баласы саған бала болады ма? деген. Осы сөз Ләззатты тұңғи қойға тартты да кетті. Солақ екен, күні-түні ажыратудан қалған. Жатса да, тұрса да, көз алдында құлдыраңдап ойнап, балалар жүгіріп келеді. Әппақ армандарын арқалап келіп, ақ төсіне құлайды. Мұндайда әлде қайдан жыланша ирелеңдеген сезім толқындары тамыр-тамырын қуалап, өне бойын шымырлатады. Денедегі дерттің уын қайтару үшін Күмісбекті жұлқылайдай келіп, бірақ ол оңайлықпен оянбайды. Мына дозақтан құтылар мекем деп тістене түскен сайын қара жыландар нәзік денесін еркін игеріп ақ төсіне шабады. Ақ тамағынан иіскелейді. Осы арпалыста ол Күмісбекті қалайда оятуға тырысады. Бірақ оның қара жыландардың барлығын қырып салуға дәті де, ықыласы да жоқ. Сәлден соң айраунап түседі. Ләззат болса, сол күйіп жанған күйі қала береді. Түн еді, қап қараңғы. Ләззат оянып кетті. Арғы бөлмеден әлде қандай үн естілгендей. Тағы да абысынның ұлы шығар. Жоқ, олай емес сияқты. Япыр-ай-ау, мынау Қарақаттың үні ғой. Тән тоятының тұңғиық теңінде батқандығы көңіл қошының белгісіндей еркелей ыңырсығаны бір сиқыр әуен.
Ләззаттың ынтық сезімдері оянып сала берген. Сол бойы ол жуынатын бөлмеге қарай жүгіріп барғанын да сезген жоқ. Су оған көмектесе қоймады. Бірде ол қайнағасы Алтынбекпен әлдеқандай себеппен соқтығысып қалды. Түнде Қарақатпен деп ойлағанда денесі дір етті. Арсыз көңіл арқандауға көнбеді. Қымсынып тұрып қайнағасына құшырлықпен қарады. Бәленің басталған жері осы. Қайнаға қайтпайды, келін айтпайды деген сорақылық басталды да кетті. Енді Ләззат үйдегілердің барлығы қашан жұмысқа кетеді деп алаңдап отыратын әдет тапты. Бір ғана ойдың жетегінде жүрген ол өзін судан таза, сүттен ақ сезінді. Бар жазығым отбасымды сақтап қалуға тырысқаным ба? Күмісбекке де, өзіме де бақыт сыйлаймын. Содан соң Алтынбек бөтен емес қой, өз ағасы, өз тұқымы. Онда тұрған не бар? Осы оймен ол өзін-өзі жұбата бастады. Дәл өз дәлелі қисынды көрінгені соншалық енді тіпті қайнағасынан қысылмайтын да болды. Жас келіннің өзіне деген соқыр сезімі Алтынбектің де есін алғандай. Ләззат беймезгіл құса белгілері келгенде барып өзінің көтеріп қойғанын сезді. Қорыққан жоқ, қуанды. Екеуі ағайынды, бала бөтеннен емес. Өзіне тартып туған ұлдан Күмісбек те күдіктенбейді деп өзін-өзі жұбатты. Баянсыз бақыт басын айналдырғандай еді. Ләззаттың іші біліне бастағанда Күмісбек күрт өзгерді. Енді ол баяғысындай енжарлықтан айырылды. Ұйқыбастылықты да қойып, келіншегін түні бойы аймалап, сүйіп шығатын болды. Келіншегі шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкелгенде тіпті есі қалмады. Мені кінәлай беруші едің, деді ол бірде келіншегіне. Енді өзің ғой, бара салсаң қайтушы еді. Бармасақ та болды ғой әйтеуір. Иә, болды, деді Ләззат тұншығып. Олар бақыт деді. Құлдыраңдаған сәби күлкісі үйге қуаныш үстіне қуаныш әкелген. Күмісбектің де келіншегіне деген өкпесі ұмытылып келе жатты. Тек мына бір кездейсоқ соққы көлденең кездеспегенде. Бірде кешкі апақ-сапақта Қарақат қайнаға мен келіннің махаббат ойыны үстіне түсіп қалды. Ол көптен бері күйеуі мен келіннің бір-біріне тесіле қарайтынынан секем алып жүруші еді. Құдай тас төбелерінен қосқолдап ұрыпты. Ол Ләззаттың шашынан жұлып, әрі де бері де сүйреледі. Күмісбектен ажырап кетем бе деп, амалсыз осы тірлікке барып едім деп ақталған тағысы. Ал туарыңды туап алдың ғой, енді неге тоқтатпайсыңдар? Ләззаттың аузына құм құйылды. Ләззат енді кімді кінәламақ? Тайқы маңдай тағдырым ба? Ол осы тағдырын өзі тілеп алды емес пе? Ендеше өз ырқымен барған азабынан неге қашады? Оған ақылы жетер емес. Ол өзін ғана емес, қайнағасында екі оттың ортасында тастап кеткенін айналадағы айқай асқынып бара жатқан соң барып сезгені. Өзін жанындай жақсы көретін жеңгесі әрі абысыны Қарақат та бұған теріс айналды. Енді кімге барып мұңын шағады? Оның жаралы жанын кім түсінеді? Ағайын екіге жарылды. Ләззатты жақтаушылар табыла қоймады. Қара есекке теріс мінгізіп, ауылды аралату керек деді екіленбеген бір ағайыны. Ел бетіне қарағысыз етіп кетті. Мұндай кесапатты керіп қойып, тастаттық жасап өлтірген жөн, деді екіншісі. Ислам дінінде неке өмір бақи жалғасу ниетімен қиылады. Ислам діні некені орынсыз бұзуды дұрыс санамайды. Пайғамбарымыздың хадисінде Алла тағала адамның ең сүйкімсізі талақ, себепсіз ерінен ажыраспақ болған әйелге жәннат есігі харам деген. Ал туған қайнағасымен байланысқан әйелге Алла лағнет айтады деген
Ауыл имамының сөзі талайлардың денесін түршіктірді. Имам сөзін қайта сабақтады. Ол некесізден туылған баланың да харам болатынын айтқанда көпшілік шошынды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешкімді жоқ жетім балаларды өз асырауына алған адам менімен жұмаққа көрші болады деген. Мынадай масқаралыққа барғанша неге бала асырап алмадыңдар деп жер тоқпақтағанда келіннің шешесі: бала асырап алған келіншектер көп кешікпей құрсақ көтереді, сосын бірінші баланы майгөт деп ерекше жақсы көреді. Ал қазақшылықта бедеулікті емдейтін түрлі тәсіл бар. Тепсе темір үзетін жігіт дәрігерге қаралса, ағасынан туған нәуетек ұлға малданбас еді ғой. Балалы болудан күдер үзгендер күйеулеріне екінші әйел алып әперіп жатады. Шариғатта мұсылман еркекке 4 әйел алуға рұқсат бар. Күнәһар болғанша неге бала асырап алмадың? Жан-жақтан жаңбыр жауған мірдің оғындай өктем сауалдар Ләззаттың денесіне инедей қадалып жатты. Ағылгек әже ортаға шықты. Қарағым, бірдің кесірі мыңға тиеді. Бір түйенің құмалағына 40 кісі тайып жығылады дегенді білмеуші ме едің? Білмесең біліп ал. Өзіңді, күйеуіңді, қайнағаңды, абысыныңды ғана емес, тұтас елді қара бет қылдың. Бір отбасының шаңырағын ортасына түсірдің. Бұдан асқан қасірет болар ма? Қазақ құтырғаннан құтыл деп жатады. Сондықтан сенен құтылғанша асығып отырмыз. Бір отбасының шаңырағын ортасына түсірдің. Басқаларға да кесірің тимей тұрғанда ертерек қараңды батыр, деді зілденіп. Көпшіліктің де тоқтамы осы еді. Күмісбек осы оқиғадан соң Ләззатқа талақ айтып ауылдан кетті. Алтынбектің аярлығына төзбеген Қарақат та төркініне кетіп тынды. Айрандай үйіп отырған отбасы жетімдік, жесірлік, жалғыздық тауқыметінен тобығы тайған тайлақтай шойнаңдап қалды. Ләззаттың ауылды төңіректеп жүргеніне бірнеше күн. Бар ой мақсаты тұңғышы арманды бір көру ғана. Алайда адуынды ене күнәһар келінге немересін тіріде көрсетер ме? Ләззатты бүгінде таныстары да түнетуден қорқады. Кесірлі керіннің күйесі жұғып кетердей үркейді. Ол ұмыр түссе уақытша паналап жүрген үйден шықты. Өзінің бақытты өмірі өткен үйге жетіп, аулаға үздіге қарады. Әне, енесі немерелерін ойнатып отыр. Япыр-ау, мынау арман ғой. Ләззат бар даусымен арман деп айқара жібере жаздап, өзін зорға тежеп қалды. Құлындай шапқылап жүрген көзінің қарашығын көргенде жүрегі ат жатулады. Шарбаққа сүйенген күлі жылай берді. Нәуекет ұлына қарай көз талды. Таныс аула, таныс шарбақ, таныс үй, күні кеше ғана бақыттың базарындағы үйде үрей үйірсектепті. Балалар улап-шулап асыр салып ойнап жүрсе де көңілсіздік көлбеңдейді. Балақайлардың көздерінде тұңғиық терең мұң ұялаған. Ойнаған сиді, алданған сиді, бірақ ойынға алаңсыз кірісіп кетпейді. Жүректегі шер олардың да аяқтарын тұтастап, періште көңілге кіреуке салған. Ләззат өзін жұмақтан қашқан періштедей сезінді. Жұмақ бағында жүріп, ібілістің соңына ілесіпті. Ол ұлына тесіле қарады. Сен кінәлемессің құлыным. Жүрегі жылқынып кеудесінен шығып кетердей аларсырды. Көріп тұрып аймалай алмау, қасында тұрып құша алмау қандай қасірет екен. Қош бол күнім, деп кері шегінген келіншек әлденеге сүрініп құлап түсті. Күн қара шоқланып батып барады екен. Жиектерінен қан сорғалағандай. Мұндайды бұрын соңды көрмеген келіншек қалтырап бүкіл денесі жансызданып бара жатқандай дел-сал күйге түсіп, тізерлеп отыра кетті. Жасты жанармен көкжиекке тесіле қарады. Қан көргенді. Қорқынышты, қап-қара,
қан көрді.